STLG 953 спецтехника иелерінің арасында абыройы биік екені бесенеден белгілі. STLG 953 ескі техникадан шаршаған шаруалардың арманы, тіпті түсіне кіреді десем де артық айтқаным емес. STLG 953 байлықтың жасырын кілті. G-Service KZ-пен бірге болыңыздар, және де арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Ал біз бастаймыз. Чоу, бампинос! Уақыт жоқ, уақыттың уақыты жоқ, уақыт жоқ, уақыттың уақыты жоқ, уақыт жоқ, уақыттың уақыты. Оң жағыма қарасам STLG, сол жағыма қарасам STLG. Жалпы STLG компаниясын алғысымды білдірем, осындай ірі техникаларды дүниеге алып келгені үшін. Өткенде бір ағам айтады, техникалардың арасында жүрсің ғой, қандай техника жақсы деп. Мен ойланбай STLG 953-ті мақтадым. Өйткені оның жүк көтергіштігі 5 тонна. 5 тонна. Ал шөмішінің көлемі 3 текше метрді құрайды. Қозғалтқышы 220 ат күшіне қуатталған, ол кез келген жерде жұмыс істеуге бейімделген. Сосын мынау 5 метрге дейін көтеріледі. Ол дегеніміз карьерде және құрылыс алаңдарында бұл техниканы әмбебап етеді. Техника иесіне, құрылыс иесіне бұдан артық не керек деп ойлайсыздар? Бұл жай ғана техника емес. Бұл бір мотордың ішіне 220 атты салып жібергенмен бірде. Ал артымда 40 жоңғар қызмет етуге дайын. 220 ат күшіне қуатталған бұл техникалар кез келген жұмысыңды жасауға дайын. Қазу керек па қазат, көму керек па көме, тиеу керек па тие, жалпы тоқтамайды. 220 ат күші бір мотордың ішінде. Ал сен 120 ат күшімен мақтанып жүрсің. At the starting of the week, at Summit Talks you'll hear them speak. It's only Monday. Бұл техниканың қозғалтқышы үздіксіз және қиын жағдайларда жұмыс істеуге бейімделген. Оның қуаты 5 тоннаға дейінгі жүктемені оңай көтеруге жеткілікті. Ал жоғарғы моменті оны күрделі жұмыстар кезінде техниканың тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Мен жай ғана погрузчиктің үстінде емес, мен 28 миллион теңгенің үстінде отырмын, ағайындар. Бұның құны 28 миллион теңгені құрайды. Егерде менде 28 миллион теңге болса, ойланбастан осындай техника сатып алатын едім. Себебі бұндай техника қазір инвестиция түрінде сақталады десем де артық айтқаным емес. Егерде сенде 28 миллион теңгең жоқ, бірақ бір техника алуға қаражатың жетіп тұрса, G-Service KZ қосымшасының ішінде сен іздеген техникалардың барлығы бар. Міне, бағаларымен барлығы жазылған. Керегіңді осынан таңдап ала аласың. Ал қайдан жүктеймін деп ойласаң, App Store немесе Play Market сен үшін дайын. Сілтеме төменде жүкте, пайдалан, қолдан, игіліңе жарасын. 28 миллион теңге май. Болғанда алар едім сен, жануар. Жануар, қайсы күні қолы бат сөрекенсің шіркін. Басыңа күмістен ноқта, аяғыңа алтыннан бір есік салып, бабыңмен баптар мынау. STLG 953-тің кабинасында жүргізушіге барлық жағдай жасалған. Кондиционерің бар, және де жан-жағының барлығы айнамен жасалған. Ол жүргізушіге айналаны толық шолуға мүмкіндік береді. Және де қауіпсіздігі бірінші орында. Мынау шөмішін көтерген кезде үстінен жүк түсіп кету қаупі өте төмен. Ол дегеніміз жүргізушінің өмірін сақтауға үлкен көмегін тигізеді. Және де мынау эргономикалық амортизаторлы орындықтары жүргізуші қанша уақыт жұмыс істесе де жамбасының жанын аман алып қала алады. 17 тонна салмағына қарамастан бұл техниканы бір саусақпен басқаруға болады. Себебі бұның рөлі өте жеңіл. Сенің Тойотаңның рөлінен де жеңіл. Ой, сенде Тойотада жоқ екен бауырым. Мына жақта джойстик орналасқан. Бұл джойстикке сенің екі ақ саусағың болса жеткілікті. Және бұған алғашқы рет мініп жатсаң да,
тез үйреніп кете аласың. Сап-сары арыстандардың апанынан шығып келе жатырмын. Қарашы, айналамның бәрі сары, сары, STLG жаныңа дәрі дейді. STLG 953 ең қуатты техникалардың бірі. Құлақтарыңызға сары алтын сырға, мынаны отырып айтпасам болмайтын сияқты. Мынаны зерттеп жатырмыз. Өте қымбат техника екен, нағыз армандайтындай техника екен. Егер ақшаң жетпесе де, G-Service KZ қосымшасын ашта, дәл осындай техниканы тауып алып, үлпіл басып қой. Келешекте алып қаларсың. Құрметті көрермендер, бүгінгі шолуымызды қорытындыласақ, артымызда тұрған STLG 953 техникасы туралы барлық ақпараттарды айттық. Осындай техниканы шолуға берген Себала компаниясына алғысымызды білдіреміз. Себала компаниясында STLG техникаларының кішкентай түрінен үлкен түріне дейін таба аласыздар. Және де бүгінгі видеомыз ұнаса, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Ең бастысы, G-Service KZ қосымшасын жүктеп пайдалануды ұмытпаймыз. Рахмет.